Баршаңызға сәлем. Бүгін өзімнің каналымда өте дәмді әрі тез жасалатын шоколадный маффины жасап үйрететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бөлме температурасындағы сары май, қантты қосып араластырамыз. Сұйық май құямыз. Біздің қантымыз ерігенше жақсылап миксерлейміз. 2 жұмыртқа қосамыз. Кейін қопсытқыш, ванилин, какао үшеуін електен өткізіп араластырамыз. Жылы сүт құямыз. Електен өткізілген ұнымызды бөліп салу арқылы жақсылап араластырамыз. Дайын болған қоспаны видеода көрсетілгендей силиконды формаларға құямын. Бетіне қалауыңызша шоколад немесе жаңғақ себуіңізге болады. Пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Менің шоколадты маффиндарым дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады шынымен де. Міндетті түрде жасап көріңіздер, менімен бөлісуді ұмытпаңыздар.